Ассаляму алейкум, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз берекелі болсын. Бүгінгі видеода осындай повязканы тігіп көрсететін боламын. Бір ерекшелігі, осылай екінші жағымен да киюге болады. Өте әдемі, сәнді, баста ыңғайлы тұрады. Сіздер де тігіп көріңіздер. Егер видео қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма әлі де тіркелмей жүрген болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алуыңызды сұраймын. Себебі алдағы уақытта өте қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Бұл повязканы тігу үшін бізге екі түрлі мата қажет болады. Ені 12, ұзындығы 50 см, ал екінші матамыздың ені 10 см, ал ұзындығын 50 см етіп аламыз. Кішкентай бөлігіміздің ені 12, ұзындығы 22 және резинка қажет болады. Ені 2, ұзындығы 12 см. Дәл осы өлшемдермен тігетін болсаңыз, барлық бас өлшеміне келетін повязканы тігіп аламыз. Осылай қиып алғаннан кейін тігуге кірісеміз. Матамыздың оң беті мен оң бетін беттестіріп бір-біріне осы жоғарғы жағынан түзеу етіп тігіп аламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген матадан тіксеңіз болады. Мінекей мен тігіп алдым. Енді жақсылап үтіктейміз осы жерде міндетті түрде. Осылай бір-біріне беттестіріп қақ ортасын тауып аламыз. Міне оң жағынан 3 см, солға қарай 3 см белгілейміз. Мен міне алдын ала белгілеп алдым. Сіздерге көрініп тұру үшін мен міне карандашпен көрсетіп жатырмын. Енді осы аралықты ғана, осы белгілеген аралықты 6 см-ді ғана тігіп шығамыз. Ол үшін матамызды бір-біріне беттестіріп, осылай осы жерді ғана тігетін боламыз. Шатасып кетпеңіз, тек қана осы белгілеген аралықты тігеміз. Мінекей мен тек қана осы 6 см аралықты ғана тігіп алдым. Енді оң бетіне айналдырамыз. Содан кейін әрбір тігістің орнын үтіктеп алсаңыз артық етпейді. Мінекей бір бөлігіміз біздің дайын болды. Енді екінші бөлігімізді де тура осылай етіп тігу қажетпіз. Екі бөлігімізді де тігіп алдық. Енді бір бөлікті алып қоямыз да екінші бөлікті тігеміз. Ол үшін міне видеода көрсетілгендей етіп маталарымызды бір-біріне беттестіреміз. Бірдей маталарымызды міне бір-біріне осылай беттестіріп, инемен түйрелеп алсаңыз да болады осы жерде. Түзеу етіп осы аралықты тігіп аламыз. Содан кейін екінші бетіне қарай өтеміз да, осы екінші жағында қосып түзеу етіп тігетін боламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Енді оң бетіне айналдырамыз. Сол кезде бізде осындай тесік қалады. Мінекей видеода көргендеріңіздей осындай тігіледі. Енді екінші бөлігімізді аламыз. Екінші бөлігімізді осы тесіктің ортасынан өткізетін боламыз. Осы жерде мұқият болыңыздар, шатасып кетпеңіздер, маталарыңыздың түстеріне қарап мән беріңіздер. Осылай бір-біріне матамызды келтіріп, осы жерден өткізіп аламыз. Ақырындап өткізіп аламыз. Мінекей ортасындағы тігілген жері бар, соны келтіреміз. Содан кейін матамыздың бір-біріне осылай келтіріп, осы аралықтарын түзеу тігіспен қосып шығатын боламыз. Бірінші бөлікті қалай тіктік, тура солай осы екінші жағын да тігіп аламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Енді оң бетіне айналдырамыз. Бір-біріне маталарымыздың түстерін келтіреміз, дұрыстаймыз қолымызбен. Енді мінекей
бірінші беті осындай болды. Көріп тұрғандарыңыздай екі жағы екі түрлі, міне. Екінші беті осындай. Екі шетін осылай қолмен көктеп тігіп аламыз. Қатты тартпаймыз, мінекей. Жиырып екі жағында тігіп аламыз. Осы жерге резинка қондыру үшін бізге осы кішкентай бөлігімізді тігіп аламыз бірінші. Екі жағынан бүктеп, осылай ортасынан тікпей қалдырып кетеміз осы жерін. Мінекей мен тігіп алдым. Осы қалдырып кеткен тесік арқылы бір бұрышын өткізіп аламыз. Оң бетіне айналдырмаймыз, осы теріс бетінен осылай тура видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Осылай өткізіп аламыз, содан кейін қолымызбен реттеп, мына жиырылған жерлерін дұрыстаймыз. Біркелкі етіп орналастырып аламыз. Шеттерін келтіреміз қолымызбен, асықпай осы жерде мұқият болайық. Содан кейін түзеу етіп осы жерін тігіп аламыз. Тігіп алғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Екінші бетіне аударып, осы жеріне резинкамызды тігетін боламыз. Ортасына резинкамызды қойып, бір-екі тігіс жүргіземіз. Шығып кетпес үшін біздің резинкамыз 2 рет, 3 рет қайталап тігсеңіздер болады. Мінекей мен тігіп алдым. Енді артық жіптерін, мінекей осы жерін бізде қайшымен қиып тастау қажет боламыз. Артық болып тұрады осы жерлері. Енді қолымызбен жайлап тартсақ, екінші бетіне оңай аударылады. Өте әдемі, мінекей. Тігістері көрінбейді, ішінде осылай қалып қояды. Енді резинкамыздың шетін, повязкамыздың екінші бетіне жалғаймыз. Ол үшін осылай тесіктен екінші бұрышын өткізіп аламыз. Және жиырылған жерлерін қолымызбен дұрыстап, әдемілеп аламыз. Біздің тігісіміз ортасында қалуы қажет. Осы жерін тігеміз. Содан кейін келесі бетіне аударып, мінекей біздің резинкамыз шығып, шеті көрініп тұр ғой. Сол резинкамызды бер қарай тартып, ортасына орналастырамыз. Резинкамыз үзіліп кетпес үшін, шығып кетпес үшін осы жерде 2 рет, 3 рет бастырып, қайта-қайта тігіспен тігіп шығамыз. Міндетті түрде артық жерлерін қиып тастаймыз, томпиып, әдемі болмайды, сол үшін. Мінекей оң бетіне осылай аударып аламыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай, осы жері тесік бар ғой бізде. Сол тесікті тігіп аламыз. Ол үшін ортасындағы тігістің бойымен резинкамызды тартып отырып тігіп аламыз. Сол кезде мына ортасындағы біздің тесігіміз қоса тігіліп кетеді. Біздің повязкамыз дайын болды, өте әдемі. Сіздерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, пікір қалдырыңыздар, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер, барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Егер әлі каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар.